Қайырлы күн достар, бүгін шоколадный маник дайындаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаны жарып, қант қосып, ағарғанша миксерлейміз. Ерітілген сары май қосып, араластырамыз. Одан соң айран, ас содасын қосып, миксермен шайқаймыз. Ұнға какао ұнтағын қосып, осы құрақ массамызды елек арқылы өткізіп, 3 бөліп қосамыз. Құрақ массамыздың електен өткізілгені маңызды. Сонда біздің пирогымыз әдемі болып, басылмай шығады. Келесі, жарма ұнтағын қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Дайын болған массамызды 5 минутқа қойып қоямыз. Біздің массамыз сіңіп, жақсы араласты. Енді табамызға құйып, 190 градус қызып тұрған пеште 30-40 минут аралығында пісіреміз. Ыдысымыздан суытып барып шешеміз. Бетіне мен сияқты ганаш құйсаңыздар да болады, немесе сгущенка, ал болмай бара жатсақ, өзін жіберуге болады. Осымен біздің шоколадный манигіміз дайын. Дәмі сөз жоқ, керемет. Келесі кездескенше. Сіздермен болған Айдын Нұржановна.